Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай ерекше болып шығатын рататуй тағамын жасайтын боламын. Қажетті заттарымыздың барлығын осы жерге толықтай жазып қойдым. Осы жерден қарап жасай берулеріңізге болады. Алдымен бізге осылай баклажанымызды домалақ етіп, жіңішке қылып турауымыз қажет болады. Суымызды құйып, тұзымызды салып, яғни баклажанымыздың қышқыл дәмі шыққанша суға ұстайтын боламыз. Ең алдымен бізге соусымызға, яғни 4 бұрыштап туралған бұрышымыз қажет болады. Одан кейін осылай теркамыздан қызанағымыздың тек қана жұмсақ жері қажет болады. Одан кейін чесногымызды және де кабачогымызды жақсылап 4 бұрыштап турайтын боламыз. Қызып тұрған табамызға оливковый майымызды құйып, туралған бұрышымызды салып, тұзымызды салып, яғни барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Чесногымызды салуды ұмытпаймыз, өйткені ерекше дәм береді. Одан кейін кабачогымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Ең соңында, яғни қызанағымызды және де қара бұрышпен қантымызды салып, барлығы жақсылап жұмсарғанша қуыратын боламыз. Баклажан сияқты, яғни кабачкиларымызды және де қызанақтарымызды дәл солай жақсылап турап шығуымыз қажет болады. Соусымыз дайын болғаннан кейін осылай домалақ формаға барлығын салып шығамыз. Одан кейін жаңағы дайын тұрған қызанағымызды, баклажан және кабачкиларымызды осылай бірінің үстіне бірін қойып, яғни домалақ формаға тізіп шығуымыз қажет болады. Міне біздің ерекше дайындалған, яғни рататуйымыз дайын болды. Енді осылай теркамыздан өткізілген чеснок және де қара бұрышымызды, оливковый майымызды жақсылап осылай араластырып, дайын рататуйымыздың бетіне, барлық жеріне жақсылап жағып шығуымыз қажет болады. Яғни духовкамызға 45 минут көлемінде, яғни 180 градуста барлығын пісіретін боламыз. Міне біздің ерекше дайындалған рататуйымыз дайын болды. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.